Сәлем достар, сіздермен бірге Ақмарал. Мен бүгін осындай керемет дәмді жұмсақ болып шығатын круассан дайындадым. Видеоның соңына дейін көріп, сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. 200 мл мұздай сүтімізді 300 мл қайнаған ыстық сумен араластырып, қамыр ашытуға кірісеміз. Жарты чайный ложка тұзымызды қосып, артынан 5 столовый ложка қантымызды қосып, жақсылап суда ертіп аламыз. Бір чайный ложка дрожжымызды қосып, үстінен жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып аламыз да. Үстінен бір 50 грамдай жұмсақ болып тұрған сары майымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Ұнымызға бір чайный ложка разрыхлителімізді қосып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Соңында қамырымыздың бетіне кішкене май құйып жіберіп, тағы да кішкене иілеп, 2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Жақсылап көтерілген қамырымызды алып, кішкене майда-майда бөліктерге бөліп, тағы да бір 10 минутқа бетін жауып қоятын боламыз. Қамырымыздың барлығын жайып, арасына майымызды жағып аламыз да, тағы да 10 минутқа қойып, үстінен қолмен немесе оқтаумен жайып шығатын боламыз. Видеодағыдай бөліктерге бөліп алып, круассанымызды жасайтын боламыз. Дайын болған круассанымызды 1 сағатқа немесе 2 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Менде видеода 3 сағат тұрып қалды, сол себепті үлкен болып ісіп кетті. Негізі 1 сағатқа қойсаңыздар жетеді. Мінекей достар, круассанымыз да дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.